Сарсанға салған сергек бірінші маусымнан бастап іске қосылады. Осы уақытқа дейін көпті тағатсыздана күттірген камералар қазір соңғы сүзгіден өтуде. Ендігі жерде тәртіп сақшыларының жұмысы жеңілдеп, темір тұлпар иелері тақымын қысатын болды. Жұлдыз Қайратқызының репортажында. Көлік жүргізушілерінің көкейдегі сұрағына жауап табылды. Маусым айынан бастап шаһардың барлық көшелерінде сергек камералары қосылып, құқық бұзушылықтарға тосқауыл қойылады. 203 осы бағдарламалық кешеннің 153-і тіке бағыттағы жолдардың бойына орнатылды, және 50-і бағдаршам орнатылған көше жол қиылыстарына орнатылды. Енді 153 аталған 153 тіке бағытта орнатылған кешен ол дейтін жылдамдықты анықтайтын болады. Қырағы көзді камералардың 774-і қоғамдық қауіпсіздікті бақылайды. Құрылғылар халық көп шоғырланатын жерлерде, нақтырақ айтсақ, мектеп, саябақтар, вокзалдар мен әуежай, ауруханалар маңайында орнатылған. Ал көше қиылыстарына қондырылған 750 камера жылдамдықты асыру, тоқтау жолағы мен 15 метрге дейінгі үзіксіз сызықты кесу секілді ереже бұзғандарды түртіп алады. Пайдалы жерлері көп, оның бірі ұрланған автокөлік болатын болса, іздеуде жүрген автокөлік болатын болса, оны базаға салғаннан кезде ол көніп тұратын болады. Сонымен қатар, мысалы, ол арнайы мына құрылғы белгі беретін болады. Бүгінде сергек жүйесі Нұр-Сұлтан, Алматы, Өскемен қалаларында сәтті жұмыс істеп тұр. Шымкент пен Түркістанда ілкі жоба ретінде қолға алынуда. Енді бұрынғыша әке көкеге салынып, пара беру тоқтатылады. Жүйткіген темір тұлпар иелері де бұрынғыша қылмыстан оңай зытылып кете алмайды. Себебі ақылды камералар әп-сәтте нысанға түсіріп, қалтаны біраз жұқартатыны анық. Сондықтан жүргізушілерге аса сақ болуға жет. Жұлдыз Қайратқызы, Жарылғаш Жалғасов, жаңалық қызметті.